қазіргі болып жатқан қайырымдылық қоры 1000 теңгеге баспана. Осы елімізде Қазақстанда осы 131-ші үй беріліп жатыр екен. Қошемет қояқшы осы ұжымға, қарекет қорына. Ұжымға көп-көп рахмет айтамыз. Алла разы болсын сіздерге. Бейнеу ауданының тұрғыны Гүлзира қарындасымызға бұйырып жатыр екен. Құтты болсын, қуансаңыз. Егер шүйінші салып кетемісіңдер, есіктің алдында тұр екен, шүйінші салып кетуге концерттен шыққаннан кейін. Қарекет қоры ұжымына тағы да бір аямай қошемет қояқшы. Әр қазақ баспаналы болсын.